Сәлем достар. Бүгін біз сіздерге зауыт емес, өндіріс емес, ерекше бір дүниені көрсеткіміз келеді. Бұл көзімнің қарасы атты бірлестігі. Қасиетті Рамазан айында біздің команда бұл түсірілімді осы адамдарға арнауды шешті. Кейде нағыз батырлар біздің жанымызда өмір сүреді. Бұл орталықта мүмкіндігі шектеулі жандар өз талантын ашып шығармашылыққа жол табуда. Мұнда қазақ инклюзивті театры жұмыс жасайды. Бұл таланттың шекарасы болмайтын дәлелдейтін орын. Орталыққа тағдыры ерекше адам жетекшілік етеді. Ол Жүзбай Серік. Өз өміріндегі қиындықтарға қарамастан, ол өзгелерге сенім беріп, олардың қабілетін дамытуға көмектесіп келеді. Ал оның өмірлік миссиясы одан да үлкен. Көп жылдар бойы ол жас аналарды жаңа туған сәбиінен бас тартпауға көндіріп, 100-ден астам баланы жетімдіктен құтқарып қалды. Бұл мейірім, адамгершілік және бір адамның көптеген тағдырды өзгерте алатынын көрсететін шынайы оқиға. Осындай дауысын есіме таныспасам, шыны керек. Артында кетір. Артында кетір. Мен сырттан келген жігіттерге атымды айтпаймын. Жақсы. Досым! Ал досым, айта бер. Осындай сұлу қыздарды көргенде менен сөз деген ағылайын. Олай болатын болса, менің досым бір жаннан осындай сұлу қыздарға бір жылы лебіз болсын. Ал көрейік. Рахмет. Құрметті қыздар, арулар, асыл жандар. Сіздер әлемнің нұрысыздар, даланың гүлісіздер. Айналамызға көріктеріңізбен шуақ шашып, жанымызға қанат бітіртесіздер. Бұл не шоу? Өшір музыканы! Өшір! Әбден адамның мен баласын қашып түннің ортасында. Маскүнем баймен алсам, күндізгі уақытта. Түнде 5 баланы, қалай бағамын, қалай асырамын деп жүргенде, әмір аламын істеп тұрған қарашай төбемнен, әбден дискотеканы құрып түннің ішінде. Апай, енді мына 5 баланы біз үшін тумаған шығарсыз? Жоқ сөз аузыңдар! Апай, не болды біз бала билет қыздармен бет әңгіме соғып. Өздеріңді ұят деген бар ма? Тәрбие көргенсіздер ма өздерің? Не сұмдық бұл? Жолдас полиция. Таңертең сен балаларың сабаққа барып отыр. Тынышталсын өздері, жазасын беріңіз. Сәлеметсіз бе? Саламатпыз. Біздер де келіп қалдық. Біздер кірген кезде бір көріністің прогоны жүріп жатыр, иә? Бұл деген алдағы бір спектакльге дайындық па? Өмірғайып деген кітабым шыққан, содан алынған қиса, өмірден алынған, өмірде болған оқиға, соны қойылым қылып, спектакль дайындап жатырмыз. Ал онда осы актерлер жөнінде айтып кетсеңіз, жалпы бұл көзімнің қарасы деген бұл мекеме. Көзімнің қарасы Қазақстандық мүгедектер қоғамдық бірлестігі 2022 жылы құрылған. Қазақстан бойынша 22 жылы. 22 жылы. Қазақстан бойынша филиалдарымыз бар. Қазіргі таңда осы ерекше мүмкіндіктер орталығы СПК-дан алдық ғимаратты. Осы жерде біздің актерларымыз дайындықты осы жерде жүргізіп жатыр. Инклюзивті театр. Қазақ инклюзивті театрын құрдық. Қазақ инклюзивті театр. Былтыр 5-ші қыркүйекте заңды тұлға ретінде тіркелдік. Сонымен 6 ай болған екен ғой. Иә, 6 ай болды. Былтырда 7 жерде спектакль қойдық, премьерасы болды. Біздің Қуанышбаев театрында болды, премьера, Максим Горкийда қойылды осы жерде. Сосын Қарағандыға барып қойдық, сосын Ақкөл, Шортанды, Малиновка, Ақмола, Жібек жолында осы аудандарда қойдық. Көрермендердің реакциясы қандай болды? Қалай қабылдады? Бұл спектакль өмірден алынған болғаннан кейін өте керемет әсерде болды. Өздерінің тілектерін айтып, кейін спектакль болғаннан кейін көздеріне жас алғандарын айтып, бұл жылап, көздерінің жасын тия алмаған азаматшалар болды, бәрі айтып, қызық болды. Осы спектаклімізға жолама, бұл спектакльдің аты өзі жолама. Сол Атырау қаласынан
жоламан деген азамат келеді ғой. Шығып алып сосын спектакльді көріп, мен есімім Жоламан деген кезде біртүрлі қабылдадық. Өйткені осы баланың аты, осы рөлдегі басты рөлде тастанды бала, сол ат есімі Жоламан болған. Өте көрермен жақсы қабылдап жатыр. Даже сұхбат берген кезде көрермендер біз тағы қойсаңыздар, тағы келіп көреміз деп сондай ризашылығымызды бар. Өмірден алынған болған тәрбиесі мол да бұл жерде. Ал енді қазақ инклюзив театры және дәстүрлі театр екеуінің айырмашылығы неде? Өте орынды сұрақ. Мынау инклюзия, яғни толыққанды ерекше жандар бұл жерде сахнада өнер көрсетеді. Барлық санаттағы мүмкіндігі шектеулі жандар өнер көрсетіп жатыр. Бұл жерде қызығы дәстүрлі театрмен онда толыққанды азаматтар ойнаса, бұл жерде ерекше жандар. Яғни біздің мақсатымыз бар да, бұл спектакльда неге театрды құрған себебіміз ерекше жандар қоғамда ерекше жандарға деген көзқарас бөлек стереотипті өшіру үшін осы қоғамға, халыққа басқа қырдан көрсетуіміз керек. Бірінші, осы ерекше жандардың мүмкіндігі шектеулі емес, мүмкіндігі шексіз екенін дәлелдегіміз келеді. Бірінші, екінші, ерекше жандардың осындай толыққанды азаматтармен бірігіп иықтіресі өнер көрсеткені, ол да бір өздерін марқайтып тастайды. Өзінің мүмкіндік шектеулігін ұмытып кетіп, сахнаға шыққанда шабыттанып, қанаттанып жатады. Және де үйде оқшаланып қалмай, қоғаммен араласып, өзінің өнерлі азамат екенін түсініп, сезініп, сахнада бұл жерде білімі болу шарт емес біздің театрда, яғни білім дипломы бар болып, бұл жерде өзінің талантымен, еңбегімен көрермендерді қуанышылап, яғни актерлік қабілетін шыңдатып, қошеметіне ие болып жатыр да. Қанша актер бар қазір театрыңызда? Бұл жерде қазір барлық администрациямызбен бәрі 25. Бесеу администрация 20 актеріміз бар. Толыққанды азаматтармен ерекше жан 50-50. Өйткені бізде неге барлығы ерекше жан емес, өйткені бір-бірін көрсетіп тәжірибелері бар, опыттар бар, оқыған білімі бар адамдар бар да, біз актерларымыз бар. Солар ерекше жандарды жетелеп, үйретіп, бағыт беріп, мықты профессионал дәрежеге жеткізіп жатыр актерлар. Ал енді театрдың жағдайымен қолдауы туралы сұрақ қойсам. Театрдың өзінің ғимараты бар ма? Әзірше жоқ, бірақ біз осы орталығымызда, ерекше мүмкіндіктер орталығында дайындалып жатырмыз. Болашақта болады деген ойдамыз, мақсатымыз бар, арманымыз бар. Театр салып, жеке өзіміздің театрымызды салымыз келеді. Менің аяғым, сен әке боласың. Сен әке боласың. Қайдағы бала? Неде ұрттып тұрсың? Мен сен бала сұрадым. Біржан кәдімгі бала. Ақшаны берем баланы алдыр. Алдыртпай. Алдыртасың. Алдыртпай. Алдыртасың. Aldırtmaz. Алдыртпай. Баланы aldırıp değil. Mümkün. O bana ne demiş? Senin balam o, senin. Мен сен бала сұраған жоқ. Тусаң тұт, тумасаң алды. Имамшы бүгінен бастап мен сені сен мені танымайсың, ұқтың ба? Маған мүлдем хабарласпа бүгінен бастап. Олай демеші, маматай. Мен саған жаман болған қаламап едім. Мен саған көмектесем тоқташсың ілім. Маған тіпті Құдай да көмектесе алмай. Олай деме. Алланың мейірімі шексіз. Шексіз. Ішімдегі балам маған керек деп ойлайсыз ба, айтыңызшы. Әлде анам. Мені алдап тастап кеткен оң баламға керек деп ойлайсыз ба, жоқ.
Ал енді театрдың күнделікті жұмысына демеушілер, меценаттар өз қолдауын көрсете ме? Қазіргі таңда жоқтың қасы, өйткені өз күшімізбен әрекет жасап жатырмыз. Демеушілер молыңқырамай тұр. Сол еңбек ақысын төлеуді өзінің мойнында, өзінің негізін қалап, өзінің көркем жетекші ретінде осы театрды құрғаннан кейін бәрі өзінің мойнында болып тұр. Бірақ нәрсе енді театр болғандықтан декорация да керек. Бір ауылдарға шығып концерт береміз дейсің, оның бәріне жолға да төлеу керек. Актерлердің киімі бар дегендей. Соның бәрін енді әзірше өзім күшіммен әрекет жасап жатырмын. Болашақта осы спектакльді көргендер қолдау көрсетеді деген ойдамын. Енді мысалы осы кітап жаздым, осы Өмір қайт деген. Сол кітаптан артында да жазылған, осы сатылымнан түскен қаражат осы актерларымыздың еңбек ақысына, осы декорациясына, тағы басқа жақтарына жұмсалады деген қайырымдылыққа кетеді деп жазылып тұр осы кітап сатылғаннан кейін. Мен сол сұрақты қояйын деп едім сізге, сол осы кітабыңыз жөнінде айтып кетсеңіз. Әрине бұл кітап көп жылдар бойы ойда жүрген кітап, өмірден алынған қисса. Бұл жерде өмірде болған уақиғада бұл кітаптың негізі мен мақсатым бұл кітапты атақ үшін жазған жоқпын. Мен бұл кітапты бір баланың өмірі сақталса екен деп жаздым. Бір ана ойланса екен деп жаздым. Бір бала, бір адам, бір жүрек бейжай қалмаса екен деп жаздым да. Бұл кітаптың әр бетінде тағдыр бар да, әр жолында шын өмір, әр сөйлемінде жүректің үні жатыр. Кітапты ашып көргенде аннотациясында мынандай сөздер жазылған. Аяла есімді жас қыз қалаға келіп, оқуға түсіп студент атанады. Аяла Біржан есімді жас жігітпен танысып, алданып, өмірі ауыр арнаға бұрылып, некесіз сәбиді дүниеге әкеледі. Баланы вокзалдағы қарт кісілерге тастап кетеді. Аяла тағдырдың талайлы өткелдерінен өтеді. Кітап өмірден алынған дейді. Бұл мен негізі осы 2010 жылда Мираса қайырымдылық қоғамдық қордың қайырымдылық қорын сол тастанды балалармен жұмыс істедім. Перзентханада анасы баласын тастап кетіп жатқанда тастатпай алып шығып, пәтер жалдап, қамқорлыққа алып, бір жылға дейін жағдай жасап. Қыздар да қамқорлыққа алып. Анасын баласымен бірге алдым. Ана перзентханада баласын отказ беріп жатқанда соны тастатпай алып шығып. Қалай қамқорлық алдыңыз сонда? Енді күнделікті тамағын, ақшасын беріп. Пәтер жалдап, пәтерін жалдап. жеуін, тамағы. Бұл студент қыз ғой, яғни. Студент болады, әртүрлі жағдайлармен. Көбіне студенттер болды, жас балалар, жас қыздар. Мынау өмірдің ойнап жүріп, отбасы қалып, ойланбай, жігітпен сөйлескен сын елегінен өткізе алмай алданып қалған жас қыздар болды. Бұл жерде менің айтайын дегенім, сол 2010 жылдан бері заңды тұлға ретінде осы тастанды балалармен жұмыс істедік. Олардың біз ішу-жеуін, тамағын, киімін, бала прописка, пособие бәрін біздің ойымызда болды да. Бір жылға дейін оған дейін жігітін тауып әке-шешесіне қосып мақсат қоғамда жетім қылдырмау, тірі жетім болмаса екен. Қанша қызға көмектестіңіз яғни? Қазіргі таңда 100-ден астам ананы баласымен алып қаппын, жетім қылдырмай. Яғни 100-ден астам баланы сіз қорғап алып қалып. Қанды отбасыда алдырдық. Яғни мақсатымыз жетім болмаса екен деу. Жетімдіктен алып қалдыңыз. Мынау бірер сәттік у сезімге ашығып, қателікке жатыр жастар бас ұрып, нан қиқымын жерге шашпас ұлт едік, ұрпағымыз қайда қалды шашылып. Біреу қызды болсам дейді шырайлы, біреу ұлым жоқ деп мұнайда, ал біреулер тастайды бар баласын, ал біреулер сәби сұрап жылайды дейді. Өлеңнің кітабының бірінші шумағында осылай жазғам да, бұл жерде осы кітапта оралсақ енді біздің қоғамда болып жатқан шынайы өмірден алынған осы Жоламан деген жаңағы Аяла деген мамасы, анасы баласын тастап кетеді. Сол кезде Жоламан
вокзалға тастап кеткенде ата әже асырап алуы, содан кейін 18 жылдан кейін бір-бірін тауып қосылуы, осы кітапта сол Аяланың тағдыры жазылған. Біржан деген жолдасы болып, сонымен бұл жерде әрине мынау толғауымда бар, бұл жерде көп солардың әр өмірден болған оқиғаларын жазып, бұл жерде көп адамдар қазір оқыған адамдар өздерінің ой пікірлерін айтып жатыр. Мынау осы кітап әр үйдің үстелінде тұрса екен дейді. Өйткені мынау қыз балаға қырық үйге тыю дейді. Соған мына тәрбиесі өте зор да, мол. Бұл жерде енді мен соңғы аяғында толғауымда бар, тастанды балалар туралы. Бұл жерде Лұқман хакімнің 100 насихаты перзенттерге деген, перзентке. Соның бәрі отбасы құндылығы, отбасының тәрбиесі, жастарға деген ұлағат сөздері бәрі осының ішінде кірілген. Ахмет Байтұрсыновтың жұмақ өлеңдерін оқығым келіп отыр. Тән көмілер, көмілмес өткенісім, ойлайтындар мен емес бір күнгісін, жұрт ұқпаса ұқпасын жабықпаймын, ел бүгіншіл менікі ертең үшін дегім келеді. Бұл театрды құрған мақсатымда, және де осы кітапты шығарған мақсатымда бұл бәрі атақ үшін емес, бұл қоғамға кішкентай болсын үлесім тиіп, осыдан ойланып, ойнап жүріп отбасып қалмай, қоғамға бір пайдам тисе екен деп осыны шығарғам. Арман қарай жалғасында алып кетеді деген ойдамын. Өйткені бұл театрды жеке театр болғаннан кейін біздің ерекше жандарымыздың өзі құлшыныста ойнағаннан кейін мен сенемін, бұл театр әлі қазақ инклюзив театр болғаннан кейін жай Қазақстанда ғана да қойылмайды, бұл шетелге де жоспарымыз бар, қоятын. Алдымызда 3-4 спектакліміз, ертегіміз тұр, қазір дайындап жатқан қоржынымызда көбейеді, Алла қаласа. Бұл менің қоғамға және де бизнес саласындағы кәсіпкерлерге де бір өтінішім, жұмыла көтерген жүк жеңіл дейді. Қасиетті Рамазан айында бір қолдау жесе, біздің актерларымыздың одан сайын шабыт алар еді актерларымыз. Әрине, мына Шағырай шешен айтқан екен, ой, өзі осындайдан ұмытып қалатын көп нәрсе. Монтажы болады ғой, аға, есіңізге түсіріп алыңыз. Қазір енді осындайда түспей қалады. Жаңа бизнес дегенде, бұның біздің алдымыздағы инклюзия деген ерекше жандардың мақсатымыз енді қатарымыз көбейсе деймін. Өйткені өнерлі азамат-азаматшалар өте көп. Әртүрлі тағдырда, қиындықта жүрген. Бірақ солар жол таба алмай жүрді. Біздің осы театрдың құрған мақсатымыз екінші, қазір статистика бойынша әлемде, Қазақстанда 800 мыңға дейін жуық ерекше жандар бар екен. Соның 60% ғана жұмысқа, еңбекке жарамды екен да. Ал соның ішінде 30%, 25-30% жұмыс істеп жүр екен да. Соны біз титтей болсын осы үлес қосайықты, осы театрдың ашқанында мақсатымыз осы қоғамға ерекше жандар жұмыспен қамтылса екен деп. Өзінің пенсиясын ғана алып отырмай, осы қоғамға пайдасын тигізсе екен деп. Мен осы көп шетелдерде жүріп, сол шетелдерде қарағанда ерекше жандарды олар басқаша қарайды, жұмыспен қамтып қойғанда, жұмыс істеп жатыр да бәрі. Өте сондай бізде де осы театрлар көп болса екен, осындай ерекше жандарға жұмыспен қамтылса, біздің енді мақсатымыз алдында осы біздің ерекше мүмкіндіктер орталығы көп жұмыстар атқарып жатырмыз ерекше жандарға. Бірақ осы кейінгі осы театрымызбен біраз адамдарды жұмыспен қамтығымыз келеді. Өйткені өлеңді айтады, кітап та шығарады, мықты азаматтар өте көп. Шағырай шешен бабамыз айтқан екен, өзің ғана ойлаған жамандықтың белгісі, өзгені де ойлаған адамдықтың белгісі, бар жоғына қарамас нағыз жомарт ер кісі деген екен. Құрметті жомарт, мейірімді, қайырымды азаматтар, біздің театрға ерекше жандардың инклюзив театр, қазақ инклюзив театрына қолдау көрсетіңіздер. Біз сіздермен біргеміз. Біздің спектакльға келіңіздер. Осы
Өмірғайып кітабымды сатуға қолдау көрсетіңіздер. Осыдан түскен қаражат осы біздің актерларға еңбек ақысына кетеді. Және де біздің декорация, жол, тағы басқаларға жұмсалады. Сондықтан сіздердің қолдауларыңыз бізге өте қажет. Рахмет, Алла разы болсын. Біз сіздермен біргеміз. Қазағым менің қайратты халық дегенмен, Алласын айтып, алаңсыз жүрген ағайын, бәріңді жақсы көрем мен. Ал мен қоғам мен бизнес өкілдеріне үндеу жасағым келеді. Мен қасында тұрған адам бұл 100-ден астам жаңа туған сәбилерді жетімдіктен құтқарып алған жан. Менің қасында тұрған адам мүмкіндігі шектеулі адамдарды қасына жинап алып, олардың шығармашылық қабілеттерін дамытып жүр. Елге, сахнаға шығарып жүр. Сондықтан, құрметті бизнес өкілдері, қоғам, бұл жерге қазір әрбір көмегіңіз өте қажет. Бірігіп, жақсылық жасайық.